Музейге қош келдіңіздер. Бұл Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің этнографиялық залы. Бұл залда қазақтың мәдениеті мен тұрмысына қатысты ақпараттарды біле аласыздар. Жалпы сіздерді қазір қазақтың әшекей бұйымдарымен таныстыратын боламыз. Шебердің қолы ортақ, 10 саусағынан өнер тамған зергерлер әшекейлердің түр-түрін жасаған. Сондықтан бір-біріне ұқсамайтын әшекейлер бүгінгі күнге дейін жақсы сақталып отыр. Бұл әшекейлер тек сәндік мақсатта ғана емес, тәрбиелік мәні де зор. Асыл-аналарымыз бұйымдарын келіндеріне, қыздарына мұраға қалдырып отырғандықтан бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. Таққан әшекейіне қарай әйелдің жасын, әлеуметтік тобын, қай аймақтан екендігін ажыратуға болады. Мәселен, ауқатты отбасынан шыққан әйелде бағалы тастардан көз салынған. Алтынмен апталған әшекейлер мол болады. Олар күрделі көркемдік шеберлікпен, техникалық жағынан мінсіз орындалуымен ерекшеленеді. Шашпауды бұрыммен қоса өре отырып, бұрымның ұшына таман бір шалып байлайды. Ол көбінесе күмістен қақталып соғылады да, ұшына сәнді зер шашақтар немесе алтын күміс теңгелерден әшекей шұбыртпа тағылады. Шашпауды ызып тігілген, бауға маржан, меруерт сынды асыл тастарды қадап та жасаған. Кейде шашпау бір-біріне сым үзбелер арқылы жалғастырылатын теңгенің тізбегінен тұрады. Осы теңгелер, тастар өзара төгіліп, шылдырлаған дыбыстар шығарады. Сол себепті шашпау таққан жас келіншекпен бойжеткеннен оқыс қимылдамау, селтеңдеп жүгірмеу талап етіледі. Халықтық ортада шашпаудың сыңғырына қарап, иесінің мінез құлқын, әдептілігін анықтайтын болған. Сондықтан шашпау бұрымның ұшына бекітіліп, өсуіне септігін тигізумен қатар, қыз баланың бойын тік ұстап жүруіне ықпал еткен. Ерте заманда шашпау тақса, бұрым арасындағы жын шайтандар қашады деген түсінік болған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде орналасқан әшекей бұйымдарды көруге шақырамыз.